Саламатсыздар ма, Тамабек ауылының тұрғындары? Бүгін қоғамдық тыңдаудың регламенті бойынша біз қоғамдық тыңдаудың бірінші төрағасын сайлауымыз қажет. Қоғамдық тыңдаудың төрағасы ретінде бүгін Шакиров ауылдық округінің әкімінің аппаратының бас маманы Орынбеков Бауыржан мырзаны сайлауды ұсынамын. Дауыс бере өтсеңіздер. Қарсы емессіздер ма? Қарсы емессіздер ғой, бір ауыздан келісілді. Сөз кезегі сізде. Сіз жиналысымызды ашып берсеңіз. Қайырлы күн. Бүгінгі қоғамдық тыңдаудың тақырыбы Жамбыл облысы Талас ауданы Шакиров ауылдық округ әкімі аппаратының 2026-2036 жылдарға арналған Тамабек ауылының тұрмыстық қатты қалдықтарын тастайтын полигон үшін қоршаған ортаға әсер етуінің нормативтік құжаттарын рұқсат алу туралы. Жобалаушы Эко КС жауапкершілігі шектеулі серіктестік жиналыс арқылы қоғамдық тыңдаулар өткізу үшін жалпы жиналыстың хаттамасын енгізу үшін ашық қоғамдық тыңдаулардың хатшысын және дауысты санауға жауапты тұлғаны сайлау ережесін бекітуіміз қажет. Жалпы жиналыстың хатшысы және дауыстарды санауға жауапты тұлға болып, Эко КС жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің өкілі Дабылтаева Жанерке Бақытқызын сайлауды ұсынамын. Мен боламын. Дауыс беріңіздер. Қарсы қалыс. Баяндамашыға 5 минут уақыт беріледі. Жанерке ханымға сөз береміз. Қайырлы күн. Менің есімім Жанерке Бақытқызы болады. ЭККС жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің жобалаушы маманы боламын. Бүгін қоғамдық тыңдауымыздың тақырыбы Тамабек ауылының тұрмыстық қатты қалдықтар полигонының нормативтік құжаттарына рұқсат алу тақырыбында болмақ. Бүгін қоғамдық тыңдауымыз Қазақстан Республикасының экология кодексінің 58 бабының 2 тармағына, 73 бабының 1 тармағына сәйкес орындалып отыр. Қоғамдық тыңдауларды өткізу қағидалары Қазақстан Республикасының экология, геология және табиғи ресурстарды реттеу министрінің 2021 жылдағы 3 тамыздың 286 бұйрығымен бекітілген. Полигон Тамабек ауылынан солтүстік шығысқа қарай 500 метр қашықтықта орналасқан. Оның жалпы алып жатқан аумағы 1 гектарды құрайды. Тұрмыстық қатты қалдықтар полигонында қатты қалдықтарды қабылдау, оқшаулау, нығыздау және де оны үйінді күйінде сақтау жұмыстары жүргізіледі. Осы жұмыстар жүргізілген кезде бізде қоршаған ортаға ластаушы заттар бөлінеді. Жоба бойынша жылына 943 килограмм мөлшерінде 11 атаудан тұратын ластаушы зат бөлінеді деп есептелініп отыр. Тамабек ауылының халық саны 538 адамды құрап отыр. Қазіргі таңда осы мәліметтерді ескере отырып, біз тұрмыстық қатты қалдықтардың қалыптасуын 10 жылға жобада есептеу жүргіздік. Жоба бойынша Тамабек ауылының тұрғындарынан 2026 жылы 40 тонна қатты қалдық қалыптасса, ал 2035 жылы 46 тонна тұрмыстық қалдық қалыптасады деп есептелініп отыр. Осы қалыптасқан қалдықтардың барлығы бізде тұрмыстық қатты қалдықтар полигонына орналастырылады. Бұл қалдықтар ең алдымен полигонға орналастырылмас бұрын сұрыптаудан өту қажет. Яғни бізде қайталама шикізат ретінде пайдаланылатын қалдықтарымыз бар. Атап айтқан кезде бізде қағаз, картон, шиша, ағаш, металл, әйнек, полиэтиленді пакеттер, қапшықтар және де қолданыстан шыққан машине дөңгелектері. Осы аталған қалдықтардың барлығы бізде қайталама шикізат ретінде, яғни екінші неге қолданылады. Сондықтан бұл сұрыпталу қажет. Және де бізде полигонға көмуге болмайтын қалдықтарымыз бар. Бағана өздеріңіз айттыңыздар ғой, мал өлексесі, сойылған малдың қалдықтары, құрылыс қалдықтары. Осы қалдықтарды полигонға тастауға көмуге болмайды. Бұл Қазақстан Республикасының экология кодексінің 350 бабының 5 тармағына байланысты осы аталған қалдықтардың барлығы сұрыптаусыз, яғни тұрмыстық қалдықтар қалыптасқан полигонға көмуге тыйым салынған. Және де бізде құрамында уытты заттары бар қалдықтарымыз бар. Оны атап айтқан кезде бізде люминесцентті лампаларымыз бар, қолданыстан шыққан аккумуляторларымыз бар, қолданыстан шыққан машиненің майлары бар, және де аккумулятор бар,
электрондық қалдықтар бар. Осы қалдықтарды арнайы қабылдайтын бізде мекемелер бар. Сол мекемелерге өткіземіз. Осымен менің баяндамам аяқталды. Тақырып бойынша сұрақтарыңыз болса, сұрақтарыңызды қойып өтіңіздер. Сұрақ жоқ па? Сұрақ жоқ болса, онда сөз кезегі сізде. Бұл жоба экологиялық нормаларға сай және ауаның ластануына қауіп төндірмейді. Барлық ұсынылған материалдар қолжетімді және түсінікті болды. Қатысушылардың шешімімен қоғамдық тыңдаулар өтті деп танылады. Сіздерге алғыс айтамыз. Сұрақтарыңыз жоқ болса, жиналыс жабық деп жарияламыз. Рахмет барыңызға, қатысқандарыңызға. Рахмет.